Сәлем оқушылар, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақ Students Book 5-ші сыныптың 2-ші модульдің 15-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, қолдап кет, сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы be negative. Яғни be етістігінің болымсыз түрлерін үйренетін боласыздар. Алдыңғы сабақта to be етістігінің болымды түрін, аффирматив түрін үйренген боласыздар. Соны бір қайталап өтейік. To be етістігі қосымша етістік, аудармасы болу. Оның үш формасы бар. Am, is, are. Am'ді біз I, мен қолданамыз. Is, he, she, it, all мен қолданылады. Are көпше түрде you, we, they болған жағдайда қолданылады. Енді негатив түрі қандай болады? To be етістігінің болымсыз түрін жасау үшін to be қосымша етістігіне not қосып жазамыз. I am not, I'm not. Is not, isn't. Are not, aren't. Енді мысалы ретінде қысқартылған түріне мысал келтірейік. I am at home. Мен үйдемін. Мен үйде емеспін. I'm not at home. He is a good actor. Ол жақсы актер. He isn't a good actor. Ол жақсы актер емес. You are in Rio Turbio. Сен Рио Турбиодасың. You aren't in Rio Turbio. Сен Рио Турбиода емессің. We are police officers. Біз полиция қызметкерлеріміз. We aren't police officers. Біз полиция қызметкері емеспіз. To be етістігінің үш формасын түсіндірдім, болымсыз түрін. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Find negative forms 1 and 3 in the text on page 14. 14-ші беттегі тапсырмаға қарап отырып, осы жердегі үш орынды толтырамыз. Affirmative дегеніміз болымды сөйлем, негатив деген болымсыз сөйлем. Және де бұл жерде қысқартылған түрі берілген, қысқартылған түрінде түсіндіріп өттім. Affirmative I'm, negative I'm not. Affirmative you're, negative you aren't. Affirmative he's, negative he isn't. Affirmative she's, negative she isn't. Affirmative it's, negative it isn't. Affirmative we're, negative we aren't. Affirmative you're, negative you aren't. Affirmative they're, negative they aren't. To be етістігінің үш формасының біреуін таңдап сөйлем жазамыз. Бірінші сөйлем. Anna is are from Russia. Anna is from Russia. You aren't a good actor. You aren't a good actor. Сен жақсы актер емессің. My friends are at school now. My friends are at school now. Менің достарым дәл қазір мектепте. My cat aren't gray. Менің мысығым сүр түсті емес. My cat aren't gray. I'm not, isn't 14. I'm not 14. Мен 14 жаста емеспін. Katie and I are in the climbing club. Kate and I are in the climbing club. Бірінші сөйлемде is, екінші сөйлемде aren't, үшінші сөйлемде are, төртінші сөйлем isn't, бесінші сөйлем I'm not, алтыншы сөйлемде are. Make true sentences. Use the correct form of be. Дұрыс сөйлемдер құрастыр, to be етістіктерін қолдан. 6 сөйлем берілген, 6 сөйлемге to be етістігінің үш формасының біреуін қоямыз. I 11. I am 11. My teacher from the USA. My teacher is from the USA. Менің ұстазым ақштан. This school new. This school is new. Бұл мектеп жаңа.
Will Smith my favorite actor. Will Smith is my favorite actor. Will Smith менің сүйікті актерім. Cricket and rugby boring. Cricket and rugby is boring. Cricket және рагби қызық емес. We in Britain. We are in Britain. Біз Британиядамыз. Келесі тапсырма. Prepositions on and at. On және at деген prepositionстарды, предлогтарды өтетін боламыз. Алдымен ереже. We use with days and with times. Егер де біз күндерді айтатын болсақ, біз on предлогын қолданамыз. Ал егер де біз уақытты айтатын болсақ, at деген предлогты қолданатын боламыз. Мысалы, the club is on Thursday at 5 o'clock. Үйірме бейсенбі күні сағат 5-те болады. It's on Monday at 4 o'clock. Ол дүйсенбі күні сағат 4-те болады. Көріп тұрған боларсыздар, күн бейсенбі, on предлогы қолданылып тұр, 5 уақыт, at предлогы қолданылып тұр. It's on Monday. Monday күн, on предлогы қолданылып тұр, 4 сағат уақыт, at предлогы қолданылып тұр. Енді бұл түсінікті болса, 5-ші тапсырманы орындайтын боламыз. 5-ші тапсырма. Look at the notice board and write sentences about 5 activities. Мұна тұрған плакатқа қарап, 5 түрлі үйірме туралы сөйлем құрастыратын боламыз. The climbing club is on Friday at 5 o'clock. English exam is on Thursday at 10 o'clock. Piano classes are on Monday and Wednesday at 9 o'clock, room 206. Chess club is on Tuesday at 3 p.m. Guitar concert is on Friday at 7 o'clock, main hall. Өрмелеу үйірмесі жұма күні сағат 5-те болады. Екінші ағылшын емтиханы бейсенбі күні сағат 10-да болады. Пианино үйірмесі дүйсенбі күні сағат 9-да болады. Төртінші шахмат үйірмесі сейсенбі күні сағат 3-те болады. Гитара концерті жұма күні сағат 7-де болады. Ал балалар, 15-ші беттегі түбе етістігінің болымсыз түрін түсіндірдім. Тапсырмаларды бірге орындап шықтық. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналыма подписаться етіп, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.